достар, бізде өткізгіштер бар, лампамыз бар, магнитіміз бар, және де кішігірім генераторымыз бар. Енді қазір тәжірибені бастаймыз. Сонымен қараңыздар, біз барлық өткізгішті жалғадық лампаға, генераторға. Енді қозғалысы кетіреміз. Лампаға мән берсеңіздер, жанбайды. Неге? Өйткені бізде магнитті байланыстырмадық. Неге? Себебі магнит өріс болған жоқ. Енді қараңыздар, магнитті қоямыз. Қараңыздар, орналастырдық. Лампаға мән беріңіздер. Яғни біздегі генератордың жұмыс жасау принципін осылай түсіндіруге болады. Келесі тәжірибеде жолыққанша аман болыңыздар.